Біз өткен сабағымызда шалбардың сызбасын мата бетіне түсіріп, оны пішкен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта шалбардың жанын, қадамдарын және ортаңғы қиықтарын қосып тігеміз және сыдырманы өңдейміз. Сыдырма дегеніміз замок өткенде айтқандай. Жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін мынау артқы бой тігіс тіккен кезінде астында тұрады. Мінекей осы екі матаны беттестіріп алып, машинкаға салып тігеміз. Сендер бірінші көктеп алып, уақытша тігіспенен қойғандарың дұрыс. Мен енді бірден тіге берейін деп тұрмын. Тігістің ені 1 сантиметрлік тігіс өткені шалбарды тіккен кезінде оверлок болған жағдайда оверлокқа салып аламыз. Сол кезде оверлоктың кесіп кететін жерлері болады. Менің жағдайымда енді оверлоксыз бірден бастап жатырмын, сондықтан 1 сантиметрлік тігіс. Мінекей біз алдыңғы бой мен артқы бойдағы қадам тігісін қосып тіктік. Енді осы тігісті айырып үтіктейміз. Мінекей сулы дәкеменен айырып үтіктеп аламыз. Әр тігісті болған сайын үтіктеп отырсақ, өзімізге ыңғайлы болады және үтіктеуге де ыңғайлы болады. Дайын күйінде үтіктегеннен көрі әр процесті біткен сайын үтіктеп отырған дұрыс. Пауза. Мінекей қыздар, айырып өтектедік. Сол кезде мінекей тігіс жатыңқы болып әдемі болды. Мінекей сырты да үрленіп тұрған жоқ. Енді біз алдыңғы бой мен артқы бойды қадам тігісін тігіп болдық. Мінекей жанын қосып тігеміз тігістің. Мінекей. Енді мына жағынан бастаймыз. Өткен алдыңғы бой үстінде тұрады дедім ғой. Енді балақтан бастап жаңа былайынан келдік. Енді жалғастырып былайынан кетеміз. 1 сантиметрлік тігіспенен шалбардың жанын қосып тігеміз. Мінекей қыздар, қадамменен жанын тіктік. Сол кезде шалбардың бір балағы бізде дайын. Енді дәл жаңағыдай мінекей арнайы осындай бөліктерді жеңді шалбардың балағын өңдеуге арналғаннан өтектейтін құралменен арасына салып, екі жаққа тігісті айырып үтіктейміз. Менде трикотаждық материал болғандықтан сулы дәкеменен бастырып үтіктеп жатырмын. Өйткені жылтырап қалуы, үтікке жабысып қалуы мүмкін. Сулы дәкені қажет етпейтін, тез жататын маталар да бар. Ондай жағдайда қажет емес. Біздің жағдайымызда трикотажға міндетті түрде марле салып үтіктейміз. Мінекей қыздар, бір балағымыз дайын. Екі жағында айырып үтіктедік. Мынау қадамы, мынау жаны. Енді мынау алдағы, арттағы екі бүкпені тігіп аламыз, қосып тігіп аламыз да. Бүкпені үтіктеп, содан кейін екінші балақты да дәл осындай қылып өңдейміз. Бүкпені өңдейік. Мінекей дәл ортасын табамыз. Екі жағынан 1,5 алдын ала сызылып тұр. Мінекей біздің бүкпеміз. Мінекей бәймен келіп осылай шығып кету керек тігістен. Бүкпеміз дайын. Енді бұны үтіктеп аламыз, жатқызып. Бүкпелерді ортаңғы қиыққа қарай бір-біріне қарама қарсы, бір-біріне қаратып. Мінекей қаратып үтіктейміз. Екінші бойдың бүкпесі бізге былай қарап тұру керек қазір. Бір-біріне қарап тұрады бүкпелер. Мынау да солай, міне алдыңғы бойдың бүкпесі. Екінші бүкпе осыған қарайды қазір.
Мінекей қыздар, алдыңғы бой бізде толығымен дайын. Енді екінші балақты дәл осылай өңдейміз. Мінекей қыздар, бізде екі балағы дайын шалбардың. Енді осы екі балақты шалбар қылып біз қосамыз. Ол үшін мінекей ішкі жағынан артқы бөлігі, мінекей шалбардың артқы бөлігі, осы екі тігісті қосып, екі бөлікті қосып тігіп шығамыз. Мына жерге дейін келіп, мінекей тігіске бір-біріне сәйкес келу керек. Мына тігіс бір-біріне параллельно болып, бір-бірінің үстіне жатады. Сосын мына жерде бізде алдыңғы бойы осы жерден тоқтайды, мына жерден бекітпе береміз, закрепка. Содан кейін мынау замокты, сыдырманы салатын жеріміз ашық тұрады. Сыдырманы біз алдыңғы келесі сабақта өтетін боламыз. Қазір біз мына екі бөлікті қосып алайық. Мінекей қыздар, 1 сантиметрлік тігіс бекітпе береміз. Жерге келгенде бекітпе береміз. Сыдырма салынатын жерге дейін тігіледі тігіс. Мынау алдыңғы бойдың мінекей ауыр кішкене екі аяқтың арасына кіретін жері. Осы жерден бекітпе беріп тігісті тоқтатамыз. Мінекей қыздар, біз шалбардың жанын, қадам тігістерін және мінекей артқа қиықтарын қосып тіктік. Енді артқа қиықты дәл жаңағыдай айырып үтіктеп аламыз. Тігісі жатты, мінекей алдына дейін солай өтектейміз. Бүгінгі сабағымыз осыменен аяқталды. Енді келесі сабақта мінекей сыдырманың орны тұр, иә, байқасаңдар. Сыдырма мінекей бізде мына жерден түседі. Мінекей. Ормен сызып көрсетейін. Келесі сабақта сыдырмасын саламыз. Сыдырмадан кейін шалбардың белдігін және түймелігін өңдейміз. Одан кейін шалбардың балағын өңдейміз. Соныменен шалбарымыз дайын болады. Бүгінгі сабақ аяқталды.